Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін біздің каналымызда қазақ тілі 2 сыныптың 42 сабағы. Тақырыбы мәтін және оның түрлері. 19 жаттығу. Өлеңді мәнерлеп, түсініп оқы. Алуан бояу іріктеп алды. Асықпай Марат суретті салды. Үстелге жайып қағазды әппақ, сарымен сұлу жасады бақ-бақ. Қызылдан кірпіш қағазға толды. Зәулім үй келіп аулаға қонды. Шатырын әсем бояды көкпен. Жасылмен дуал жасады еппен. Өз орнын тапты әртүрлі бояу. Бәрінен шебер Мараттың ояу. Өлеңнің авторы Тұрсынхан Әбдірахманова. Ал балалар, енді төменде берілген тапсырманы орындайық. Қарамен жазылған сөздердің мағынасын түсіндір. Бұл сөздерді бірінің орнына бірін алмастырып қолдануға бола ма? Балалар, бізде қарамен жазылған сөздер алуан, әртүрлі деген сөздер. Бұл сөздердің мағынасы өзара мәндес. Бірдей емес, бірнеше түрлі деген мағынаны білдіреді. Сұрақтарға жауап жаз. Бірінші сұрақ. Марат бояумен не істеді? Марат бояумен сурет салды. Екінші сұрақ. Ол қандай сурет салды? Ол зәулім үйдің суретін салды. Үшінші сұрақ. Неліктен әртүрлі бояу өз орнын тапты? Мараттың ойының шеберлігінен. Яғни, Мараттың ойының шеберлігінен әртүрлі бояу өз орнын тапқан. Осы сұрақтар мен жауаптар бойынша өлеңді мәтін түрлеріне қарай ажырат. Өлеңдегі сипаттау мәтіні бойынша сурет салып көр. Салған суретің қандай үй сұрағына жауап беретіндей болсын. Мәтіннің бастапқы бөлігі әңгімелеу мәтіні. Өйткені не істеді деген сұраққа жауап беріп тұр. Негізгі бөлігі сипаттау мәтіні. Қандай деген сұраққа жауап береді. Мәтіннің соңғы үшінші бөлігі пайымдау мәтіні. Өйткені ол неліктен деген сұраққа жауап береді. Ал енді балалар, өздерің қандай үй деген сұраққа жауап беретіндей әдемі үй салсаңдар болады. Келесі 20-шы жаттығу. Суреттерге қара. Оқушылар бұл заттарды дұрыс салыстыра алды ма? Олардың қателерін тауып, өз жауабыңды ұсын. Ал балалар, суретке мұқият назар салып қараңдар. Алма, қарбыз, шарлар, шие және темір қасық пен ағаш қасықтың суреттері бейнеленген. Ал балалар, ендеше салыстырып көрейік. Бірінші, алма қызыл, ал қарбыз үлкен. Бұл жерде алманың түсін айтып тұр, яғни қызыл екен. Ал қарбыздың үлкен, яғни оның пішінін айтып тұр. Бұл жерде балалар дұрыс салыстырылмаған. Ал дұрысы былай болар еді. Алма қызыл, ал қарбыз жасыл. Келесі екіншісі. Шарлардың түрі мен түстері әртүрлі. Шиелердің түрі мен түсі бірдей. Бұл дұрыс салыстырылған. Үшінші. Бір қасық үлкен, екіншісі темір. Бұл дұрыс салыстырылмаған. Себебі біріншісінде оның көлемі, ал екіншісінде оның неден жасалғаны айтылып тұр. Ал балалар, біз оны дұрыс салыстырып жазатын болсақ, біз былай жазар едік. Бір қасық ағаш, екінші қасық темір деп. Ал балалар, мына ережені жаттап, естеріңізге сақтап алыңдар. Сипаттауда заттың бірнеше белгісі, түсі мен түрі, көлемі көрсетіледі. Ал салыстыра сипаттауда заттардың ұқсастығы мен ерекшелігі олардың нақты белгілері бойынша айтылады. Мысалы, алма қызыл, қияр жасыл деп. Шығармашылық үзіліс. Келесі 21-ші жаттығу. Сипаттау үшін өзіңе ұнайтын суретті таңда. Балалар, төмендегі суретке мұқият назар салып қараңдар. Бұл жерде біз асқабақтың, кітаптың, қоянның және құмырсқаның суреттерін көріп тұрмыз. Осы затты сипаттауға тырыс. Ол үшін сипаттау мәтінін бұл деп баста. Әрі қарай ол заттың негізгі белгілерін, түр-түсін, көлемін, қасиетін сипатта. Сол зат туралы өз ойыңды айт. Ал балалар, біз сипаттау мәтінін жазып көрейік. Бұл қоян. Ол өте сүйкімді. Оның қалың әрі үлпілдек жүні ақ, кейде сұр болып келеді. Құлақтары ұзын. Көзі мөлдір, денесі шағын, жеңіл. Ол өте қорқақ, бірақ епті әрі сақ жануар. Қоян көкөніс пен шөптерге құмар, табиғатта еркін өмір сүруді ұнатады. Келесі, бұл құмырсқа.
Оның денесі 3 бөліктен тұрады. Басы, көкірегі және құрсағы, түсі қара және қоңыр болады. Құмырсқаның 6 аяғы, иіс сезетін мұртшалары және күшті жақтары бар. Құмырсқа ұя салып топпен өмір сүреді. Құмырсқа өте еңбекқор. Балалар, сендер де осылай сипаттау мәтінін жазсаңдар болады. Балалар, келесі 22-ші жаттығу. Сендер сиқырлы қарындаш болатынын білесіңдер ме? Бұл қалай? Оның еш құпиясы жоқ. Берілген пішіндерді сыныптағы заттарға айналдырып салып көріңдер. Балалар, төменде түрлі фигуралар берілген. Оны сиқырлы қаламның көмегімен сыныптағы заттарға айналдырып салсақ болады екен. Мысалы, мына фигураны гүлдің құмырасы ретінде алсақ болады. Ішіне гүл салып, арғарай суретті жалғастырып салсақ болады. Келесі, мынау шеңберден айна немесе глобус салсақ болады. Балалар, сендер де осылай жасап көрсеңдер болады. Балалар, сендерге бұл сабақ түсінікті деген ойдамын. Осымен балалар, сабақ аяқталды. Назар салып соңына дейін тыңдағандарыңа рахмет. Сабағына лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңдар. Келесі кездескенше.